Сәлем достар. Әркімнің мектебінде осындай ағайлар бар шығар. Біреудікін мойындамайтын, бүгін сондайларға разоблачение десеңді кеттік. Бізде ондай ағай бар. Ағай кабинетке кіріп келеді, және де мозга ұқсап сабақ сұрайды. Қай жақтан көрдіңіздер көркем еңбектен сабақ сұраған? Ағайлар екі түрлі болады: қатал, мейірімді. Бұл ағай үш түрлі. Сабаққа ешкім дайын емес екенін біліп, өзінің ақылдарын айтып кетеді. Қайта сол жақсы, чем сабақтан қарағанда. Сурет салып тыңдайсын әңгімесін. Ол ағайдың түрі мынадай. Мәселе түрде емес, просто мозга. Сендер армияда көресіңдер, бәленің бәрін дейді. Соған рахаттанамыз. Ой бля, еще бізді бала көріп мына жерде камера бар деп. Ха-ха-ха-ха. Осындай ағайларын болса, белгілеңдер деп тиктокқа кіріп кетсең. Достар, бұларға еш ренішіміз жоқ, ең бастысы аман жүрсін. Видео өз аяғына келді. Ал давайте достар, сау болыңдар.